Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды пигудидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырына керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Қантымызды, тұзымызды және ашытқымызды қосып, жылы сумен қамыр жасап аламыз. Қамырымызды қолмен әдемілеп илеп дайындап аламыз және дәл осылай етіп илеуі қанғанша осылай илейміз және салфанмен жауып 1-1,5 сағат ашытуға қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болам дегенше салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз және өткізілген етті қосамыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Міне пиязымызды турап дайындап алдық. Енді таза ыдысымызға ең алдымен пиязымызды салып, кішкене тұз сеуіп, жақсылап езіп аламыз қойын. Енді өткізілген фаршымызды салып, приправаларымызды салып, өз қалағанша дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Кішкене тұз салып, жақсылап араластырып қоямыз. Міне салмасын дайындап алдық. Оған дейін біздің қамырымызды әдемілеп ашып көтеріліпті. Енді соны бөліктерге бөліп аламыз. Міне дәл осылай бөліктерге бөліп алдық. Енді қамырымызды жұқалап қолмен жайып, салмамызды салып, видеодағындай бүгіп түйіп аламыз. Мен дәл осылай бүгіп алдым. Сіздер өз қалауларыңызша бүгсеңіздер болады. Енді ыдысымызды астын майлап, дайын болған пигудиларымызды саламыз. Пигудиларымызды 45 минутта газде пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тамаша болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Қалауларыңызша сәбіз салатпен қосып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.